3 жұмыртқадан осындай беп-бек болатын бисквитті сіздер жасалу әдісін көрсететін боламын, және де оның бірнеше қағидаларын айтатын боламын. Егер бисквиттердің көтерілмей жүретін болса, осы видеоны соңына дейін толық қараңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға міндетті түрде қалдырыңыздар. Сіздерге жауап беретін боламын. Керекті 3 жұмыртқамыз осылай ыдысымызға жарып салып аламыз. Одан кейін үстіне шекерін салып, блендермен араластыратын боламыз. Блендердің бастапқыда жайлап, одан кейін барынша күшін қосасыздар. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Сол кезде бізде массамыз осындай қоймалжың масса ақшыл болу керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай, ендігі кезекте ұнын дайындайтын боламыз. Бізге ұнымызға 1 кесе ұн керек болады. Және де оның үстіне қопсыз 10 грамм салып, және де тәтті дәм беру үшін мен ванилин қостым. Жақсылап араластырып жібереміз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бізді начинканың үстіне құятын боламыз. Яғни біз осы кезде сүзгіден өткізетін боласыздар. Сүзгіден өткізген кезде ғана бізде бисквиттеріміз беп-бек болып, жақсы болып пісетін болады. Сондықтан осылай сүзгіден өткізуді міндетті түрде ұмытпаңыздар. Міне барлығын өткізіп, ендігі кезекте осылай араластырамыз. Араластыру кезінде астынан үстіне қаратып, жайлап қана араластырасыздар. Сол кезде бізде осы начинкамыз басылып қалмауы керек. Сондықтан осылай дәл видеодағыдай толық араластырып алыңыздар. Бір 5-10 минутта осылай араластырып аласыздар. Ендігі кезекте осы кезде пештеріңізді қосып қойыңыздар, қызып тұру керек. Формамыздың үстіне, пергамент қағаздың үстіне мен сары майды жағып алдым. Яғни бисквиттеріміз жауыспай жақсы түсу үшін. Осылай барлығын орналастырып, 180 градус температурада 25-30 минутқа пісіріп аласыздар. Міне достар, бисквиттеріңіз осыншама биік болып шығады, жұмсақ болып шығады, іші барлығы толық піседі. Дәл осы қағидамен жасап көріңіздер, міндетті түрде бисквиттеріңіз осылай болып шығады. Рахмет, видеоның соңына дейін көргендеріңізге. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Сау болыңыздар.